Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен балды торттың ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Ең алдымен қайнап тұрған суымыздың үстіне ыдысымызды қойып, үстіне балымызды қосып, яғни су моншасында толыққанды ертіп алатын боламыз. Біздің балымыз қатты ысыған кезде міндетті түрде жарты шай қасық содамызды қосамыз, барлығын толыққанды қылып жақсылап араластырамыз. Осылай реакцияға түседі, яғни аппақ болып ағаратын болады. Міне осындай қоңыр түске енгенше балымыз бен содамызды су моншасында қайнатып алдым. Толық араластырып болғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, осының ішінде толыққанды ерітіп алатын боламыз. Барлығы осының ішінде ериді. Барлығын осылай ертіп алғаннан кейін су моншасынан алып бөлме температурасына қоя тұрамыз. Бөлек құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Үстіне қант салып, қант толық ерігенше венчикпен немесе миксермен жақсылап миксерлейміз. Енді жұмыртқалы массамызды балдың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Енді екі массаны жақсылап біріктіріп алғаннан кейін үстіне ұнды екі бөлікке бөліп қосып араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алуды ұмытпаңыздар. Мінекей бізде осындай масса пайда болды. Енді алдын ала пергамент қағазын дайындап қоямыз. Осы кезде пешті қыздырып қойуды да ұмытпаңыздар. Пергаментке 2-3 ас қасық сұйық қамырды құйып, видеодағыдай бетіне ұн себе отырып, саусақтың көмегімен басып жайып шығатын боламыз. Осылай саусақтың көмегімен ұрғылай отыра, жан-жағына қарай жайып шығамыз. Осылай барлығын жайып алып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште әр кожды 5-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Осы қамырдан 8-9 корж шығатын болады. Мінекей барлық корждарымыз жып-жұмсақ болып пісіп шықты. Енді тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай таразы керек. Таразының көмегімен сливкемізді өлшеп аламыз. Оның үстіне сгущенное молоко, яғни қойытылған сүтімізді құйып, екеуін жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай сахарный пудра, қант қоспайтын боламыз, өйткені өзіміздің қосып жатқан сгущенкамыздың, яғни қойытылған сүттің тәттілігі жететін болады. Енді осы екеуін жақсылап миксердің көмегімен жай жылдамдықтан бастай отыра, жоғары жылдамдыққа көтеріп, осындай қою масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды, енді тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Тортты жинағанда осындай поворотный столиктің, осындай кольцоның көмегімен жинасаңыздар, жұмыстарыңыз өте өнімді және ыңғайлырақ болады. Енді міне видеодағыдай кольцомыздың ішіне крем, корж сала отырып, тортымызды жинаймыз. Бұл тортқа кез келген кремді, яғни қайнатпалы крем, немесе қойытылған сүтпен қаймақты араластырып қоссаңыздар да болады. Кез келген крем жарай береді. Кремде қатып қалған қағида жоқ. Мінекей осылай тортымызды жинап болдық. Енді осы тортымызды холодильникке 7-8 сағат көлемінде қойсаңыздар, кремдеріңіз жақсы сіңіп, тортымыз өте жұмсақ болып шығады. Торт холодильникте 7-8 сағат көлемінде тұрды. Енді осы тортымызды спатуланың көмегімен кольцомыздан шешіп алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген тәттілермен бөлісетін боламын. Енді торттың жан-жағын тегістеп, шетінен қалған корждарды блендермен немесе оқтаудың көмегімен ұнтақтап алып, бетіне жан-жағына сеуіп шығатын боламыз. Мінекей тортымыз дайын болды. Енді осы тортты қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осындай трафареттің көмегімен бетіне қант ұнтағын сеуіп, осылай қазақша нақышта әсемдеп шықтым. Сіздерде егер бұндай трафарет болмаса, жеміс жидектермен әсемдесеңіздер болады.
осындай керемет ауызда салса еритін балды тортымызды сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де жасап сіздерге ұнап жатса, комментарий бөлімде менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, қош сау болыңыздар.